Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясының 9-шы Б сынып оқушысы Нұржан Қызкөзін. Менің осы қысқы демалыста оқыған кітабым Қалдарбек Найманбаевтың «Бастау» атты кітабы. Жазушы «Бастау» хикаятында адам өмірінің, азаматтық ұстанымының басты қайнар көзі туған жер, балалық шақ пен еңбек екенін терең философиялық тұрғыда суреттейді. Шығармада басты кейіпкердің өмір жолы арқылы ауыл тіршілігі, қарапайым адамдардың адал еңбегі, рухани тазалық көрініс табады. Жалпы шығармам басты кейіпкердің өзінің өткен өміріне ой жүгіртуінен басталады. Ол өзінің туған жерін, балалық шағын, еңбекке ерте араласқан шақтарын еске алады. Шығармада балалық шақтың қиындығы, тұрмыс тіршіліктің ауыртпалығы және соған қарамастан адамдардың бір-біріне деген мейірімі, бірлігі, татулығы шығарманың өзегіне айналады. Автор үшін бастау деген біз білетін өзеннің немесе судың бастауы емес, адамдық болмыстың бастауы, рухани тазалықтың бастауы ретінде бейнеленген. Жалпы ол өзінің өмір жолында қанша сынаққа тап болса да, қанша қиындыққа тап болса да, ол өзінің кезінде сол бастаудан алған тәрбиесі мен ата-анасының берген тәрбиесі мен сол кездегі естіген кеңестерінің арқасында және еңбекке деген өзінің сүйіспеншілігінің арқасында ол ешқандай да тура жолдан адаспайды, оны адастырмайды. Сол кездегі үлкендердің берген ақыл кеңесі, ата-анасының тәрбиесі оның тұлға болып қалыптасу жолында үлкен ықпалын тигізеді. Сонымен қатар, бізде шығармада жер мен адамның арасындағы байланысты ерекше бейнеленеді. Мысалы, басты кейіпкер өзінің туған жерін ойлап отырған кезде, ол өзінің туған жеріне, балалық шағына және ата-анасы берген тәрбиесіне, ата-анасына деген сағынышы мен құрметі арта түседі. Автор ауыл тіршілігін ешқандай боямасыз суреттеп, күштің адамды шыңдай түсетін еңбектің адамды шыңдай түсетін маңызды күш екенін бізге ұғындырған, нақты ашып жеткізген. Және де бізде хикаяттың соңында басты кейіпкер өмірдің мәнін түсініп, қайда жүрсең де сені түзейтін, басты адамды адам қылып қалдыратын өзінің басты құндылығымыз, бастауымызды ұмытпауымыз керек екенін, жоғалтпауымыз керек екенін түсіндірген.